Қыздар өте дәмді, ерекше әдемі болып шығатын манты дайындайтын боламыз. Қамыры жұп-жұмсақ, өте әдемі, дәмді болып шығады. 1 килограмм ұнымыздың ортасын ашып, тұз, 1 жұмыртқа және де салқын суымызды құятын боламыз. Жақсылап араластырып қамырымызды илеп аламыз. Кішкене қаттылау болады. Одан кейін осылай жұмсарған екен жақсылап кішкене ұюын қандырып қойып қоямыз. 2-ге бөліп дайындап қоясыздар. Тартылған етімізге тұз, қарабұрыш, дәмдеуіш қосып жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді қамырымыздың барлығын осылай 20-30 граммнан бөліп шығатын боламыз. Мен 30 граммнан бөліп шықтым. Видеода көрсетілгендей екі шетін осындай зубочистканың көмегімен дайындап аласыздар. Өте оңай дайындалады. Кейін кішкене осылай босатып аласыздар. Манталаркамызға барлығын қойып шықтық. Енді екінші қамырымызды жұқалап жайып, оқтаудың көмегімен жинап алатын боламыз. Арасын кішкене ашып, салмасын салып, екі шетін видеода көрсетілгендей жасап шығасыздар. Бұл да өте оңай. Қамыр міндетті түрде жұқа болу керек. Салмасына енді бізге пияз, сәбізін жақсылап қуырып аламыз. Мантымыз жақсылап 45 минутта пісіп шықты. Өте әдемі, қамыры жұп-жұмсақ. Міндетті түрде зубочистканы алып тастаңыздар. Осымен біздің мантымыз дайын, керемет болып шықты. Осылай бетіне поливін құямыз. Әдемі әрі дәмді болып шықты. Лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.